Ассаламағалейкум, құрметті көрермен. Алтай Ньюс медиа орталығы сіздермен Қуаныш Рахметоллаұлы. Маңызды оқиғалар салмақтап, ел тынысынан хабар жеткізетін боламыз. Шығыстың бас шаһарында аспалы трамвай жүретін болады. Өскемендік аспалы арқан жолды қай компания салатыны анықталды. Бүгін Шығыс Қазақстан облыс әкімдігі мен швейцариялық Бартхоллет компаниясы арасында меморандумға қол қойылды. Жоспар бойынша құрылыстың алғашқы кезеңі 2026 жылы басталады. Жоба бойынша авторлары қала ішінен қолайлы орындарды да қарастырып қойыпты. Болашақта аспалы трамвай АДК Ривер сауда орталығынан облыстық драма театр аумағына дейін қатынайтын болады. Жаңа көлік түрі екі жағалау арасындағы қозғалысты едәуір жеңілдетіп, кептелісті азайтады. Аймақ басшысы Ермек Көшербаев атап өткендей, бұл жобаны іске асыру өңірде туризмді дамытуға тың серпін беріп, облыс экономикасын қосымша инвестиция тартуға септігін тигізбек деп атап өтті. Шығыстың таеквондошылары 3 медаль жеңіп алды. Шығыс қазақстандық таеквондо өнерінің шеберлері тағы да үздіктер қатарынан көрінді. Жарайсыңдар. Бұл жолы таеквондошыларымыздың қанжығасы майланды. Қарағанды қаласында таеквондодан есту қабілеті бұзылған спортшылар арасында өткен Қазақстан чемпионатына еліміздің түгелдей дерлік облысынан келген саңлақтар қатысты. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасынан хабарлағандай, байрақты бәсекеге спортшыларымызды бапкер Мерхат Болатханов бастап апарған екен. Жеңістеріңіз құтты болсын. Маралды ауылының инфрақұрылымы жаңартылып жатыр. Бұл күнде ауыл ішіндегі жалпы ұзындығы 3,6 шақырым болатын көше жолын асфальт төселген. Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаевтың тапсырмасы бойынша ауылды абаттандыру, көшелерге жарық шамдар орнату, ауызсу тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ауылдағы мектепке Starlink интернет желісі орнатылды. Сондай-ақ балалар ойнайтын алаңқай жаңартылып, футбол алаңын салу жоспарланып отыр. Былтыр ауыл ішінде хоккей ойнайтын мұз айдыны жасалған, аздаған кемшіліктер анықталған, мердігер олқылықты қалпына келтіріп береді, деді. Сонымен қатар ауылдағы мәдениет үйінің сыртқы қасбетін қаптау жұмыстары жүргізіліп жатыр деп атап өтті Күршім ауданы әкімінің орынбасары Мейіржан Әлібеков. Өскемендегі бірінші қалалық аурухана жөнделеді. Өскемендегі бірінші қалалық аурухана ғимаратына қатысты жергілікті тұрғындар жиі шағымданып келген, әсіресе мамандандырылған медициналық орталықта жөндеу жұмыстарын жүргізу керектігі үнемі айтылып жүр. Тұрғындардың шағымына құлақ асқан облыс басшылығы биыл жөндеу жұмыстары басталатын мәлім етті. Аурухана бөлімшелерін аралап шыққан Шығыс Қазақстан облысының әкімі Ермек Көшербаев медицина мекемесінің қызметі жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын атап өтіп, ғимарат пен құрал жабдықтар сол биік талапқа сай болу керектігін ескертті. Әрбір емделуші үшін мұнда қолайлы жағдай жасалуға қажет. Ауруханада жайлы жағдай жасауды қолға алып жатырмыз, бірақ бәрі бірден болмайтын ескерген жөн. Сапалы жөндеу жүргізілген бөлімшелерде жоқ емес. Айталық нейрохирургия бөлімшесінің тәжірибесін ескере отырып, басқа бөлімшелерге жөндеу жүргізетін боламыз, деді өңір басшысы. Сондай-ақ облыс әкімі өзінің орынбасарларына және облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысына жарты ай ішінде ұсыныстар дайындап, жоспар құруды тапсырды. Емделетін орындар, төсек дұрыс болу керек. Төсек, тамағы деймін, тамақ жағынан ешқандай кемшілік жоқ. Естіңдер өздерің. Ақындап жататын жерінде өзгертеміз. Бөлімшелерді көрдіңдер ғой. Ол жерде жақсы тәжірибе бар. Әсіресе нейрохирургия бөлімінде жататын орны жері жақсы. Солардың тәжірибесін қарап шығып, қазір басқа бөлімшелерді жөндейтін боламыз. Әкім орынбасарына тапсырма беріп отырмын, және денсаулық сақтау басқармасының басшысына жарты айдың ішінде, 2 аптаның ішінде ұсыныстарыңызды дайындаңыздар. Жоспар бойынша бірінші кезекте мынаны жасаймыз, екінші кезекте мынаны жасаймыз, үшінші кезекте мынаны жасаймыз. Аурухана ғимаратының қаншалықты ескіргені айтпаса да көрініп тұр.
Бұдан бөлек сырт көзге көрінбейтін инженерлік желілер мен электр желілері де тозған. Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жобалық сметалық құжаттама әзірленді. Оның бәрі уақытты және қаражатты талап етеді. Ең алдымен инженерлік желілерді, электр желілерін, желдеткішті жөндеуді жоспарлап отырмыз. Бұл жұмыстар биыл басталады. Ал күрделі жөндеу одан кейін жүргізіледі. Жалпы ғимаратты толық жөндеуге 2 миллиард теңгеден астам қаражат қажет. Облыста IT жобаларға қолдау бар. Өскеменде инвесторлардың назарына жастардың ең мықты 7 IT стартап жобалары таныстырылды. Өскемен IT хабта ұйымдастырылған Pizza Pitch іс-шарасының негізгі мақсаты өңірдегі IT саланы дамытып, тың идеяларға қолдау білдіру. Іс-шарада қарыштап дамып келе жатқан жасалынды интеллектпен қатар қоқыс қалдықтарынан техникалық заттарды жасауға бағытталған ерекше жоба таныстырылды. Бүгінгі іс-шараның Pizza Pitch форматында өткізудің де өзіндік мәні бар деді. Бұл жерде қатысушылар өз жобасын көпшілікке жариялап, IT индустрияның жетекші сарапшыларымен кері байланыс орнатуға мүмкіндік алады, деді Өскемен IT хаб өңірлік менеджері Дидар Мұратұлы. Өскемен қаласындағы Пушкин атындағы облыстық кітапхана жазғы кесте бойынша жұмыс істеуге көшті. Кітапхана облыстық кітапхананың ақпараты бойынша маусым айында кітапхана сәрсенбі және жұма күндер сағат таңертең 9-дан кешкі 22:00-ге дейін жұмыс істейді. Сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндер жұмыс кестесі сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін. Жексенбі, дүйсенбі демалыс күндер болып саналады. Егістік алқабында суды үнемдеуді пайдаланудың маңызы зор. Осыны ескерген тарбағатайлықтар су үнемдеу технологиясының тиімділігін көру үшін жаңбырлатып суару құрылғыларын орнатып жатыр. Биыл Тарбағатай аудандағы Қызылбұлақ агроөнеркәсіп кешені 250 гектар суармалы жерге жаңбырлатып суару құрылғыларын орнатпақ. Қызылбұлақ кооперативі жаңышқа және бидай екпек. Олар 1 гектар жерден 20 центнер өнім алатын болса, 100 гектар жерден 200 тонна өнім алуды жоспарлап отыр. Осылай жаңбырлатып суару әдісін пайдалана отырып, белгіленген аумақта мол өнім алмақ. Құрметті ағайын, біз түйіндедік, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әр істеріңіз берекелі, әр күндеріңіз мерекелі болсын.